Ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Чырайлы Шымкент шаһарындағы ағайындар, Алаштың ұлы мен қыздары, елім жерім деген. Мына заманымыздың батыры Серік Жамбашқан өл сыйлығын ұсыну, соған қол қойып, қол топтау, қол жинау жұмысын бастаймыз деп өткенде топтарда айтылған. Сол Чырайлы Шымкенттен бүгін басталмақшы, ертең қасиетті құрбан айт екен. Қасиетті құрбан айт қабыл болсын, және шаратын құрбандығымызды Алла Тағала қабыл айласын. Көпшілік қауым. Енді біз ақылдасып отырып былай шешімге келіп отырмыз. Бүгін сағат кешкі 7-де осы Шымкент Серік Жамбашқан өл сыйлығын ұсыну тобыдағы барлық мүшелер және басқа да келем деген ағайын жолдастарыңыз болса түгел ертіп, мына Хатун көпірдің бер жағындағы темір терсек базары бар. Соның мына 4-ші мекенжайының жағынан кірген кезде 12 жақтан. Сол жерде бір 2 этаж үй бар. Біздің адамдар шығып тұрады, байланыс телефондар бар. Бірімізді белгі қоямыз. Сол жерде мына Аманолла Роман Құлып деген бұрынғы депутат бар. 3 мәрте облыс мәслихатының депутаты болған. Өткендегі президент сайлауында үлкен белсенділік танытқан, қазіргі партия топтар құрып, үлкен жұмыстар жасамақшы қазақ үшін. Сол кісімен сөйлесіп, сол кісінің қоғам белсенділеріне берген бір офисі бар еді. Офисі кең. Сол жерде бүгін сағат кешкі 7-де жиналып, ел жұмыстан түскеннен кейін Алла бұйырса. Сол жерде конференция ұйымдастырайық. Сіздер осы топтың ішіндегі операторлар, бірден жаңағы ютубқа, фейсбукқа, әлеуметтік желіге салып жіберетін адамдар болса, оның сөзін мен жазайын, 2 ауыз сөз ғой. Сосын қалғанын соны әлеуметтік желіге таратып, біз енді құр сөз емес, нақты іске қарай көшейік ағайындар. Бүткен халықты шулаттық. Ойбай Серік Жамбашқан өл сыйлығын алып береміз, соған қол жинаймыз деп. 100 мың қол екен. 100 мың қол дегенде шындайтын болсаң, осы Шымкент, Түркістан, Тараздан ақ жия саласың. Одан нақты ұйымдастырсаңыздар. Бұл бірінші жағы. Сонда бүгін соны сағат 7-ден 8-ге дейін 1 сағаттай болса, ар жағында енді бүгін арапа күні ұстаған, ораза ұстағандар бар, отыр аузын ашады. Соның кейінгі екінші байламымыз, сол жерде офисте 1-2 адам отырады. Мына Марат деген мырза бар. Осы жұмыста белсенділік танытып жүрген, сол Марат бауырыммен де келісіп отырмыз. Ол кісі де келіп отырады, сол жерде телефонын айтып қояды. Келем деген адамдар офистің адресін айтамыз, сол жерге күнделікті қолын қойып береді. 5 адам келе ме, 1 адам келе ме, 10 адам келе ме, осыны жасасақ. Сосын арғай тағы да бір композиция жасап, біздің күнделікті жасап жатқан жұмысымыздың барлығын әлеуметтік желіде айтсақ, ол жерде жаңағы Аманолла көкеміз бар, басқа да адамдар бар, сөз сөйлейді. Біздің топтағы адамдар да сөйлесін, ештеңе жоқ. Соны конференция қылып таратайық. Біз Шымкент оңтүстіктен басталады барлық нәрсе. Сондықтан осы оңтүстіктен оң жұмыстар оңтүстіктен басталады. Жұмыстың оңы. Сол үшін оңтүстіктен бастап, мына Қазақстанға өзіміздің үлгілігімізді көрсетейік. Бізді тек қас деп бөліп тастағанда айтушы еді ғой, Валибек. Сол айтқандай бөлген болса, енді біз өзімізді кім екенімізді, Чырайлы Шымкенттің азаматтары мен қыздарының ұлтжандылық қандай екен, сөзден гөрі нақты істі істеу қалай екен, сөз бен істің сәйкесу қалай екенін елге көрсетейік ағайындар. Сіздермен сұхбатта болған Нұрқан Сұлтанбайұлы Сәменбет, Тұран даласы, Түркістан аймағы, Шымкент шаһарынан. Бүгін тамыздың 10-шы жұлдызы. Менің байланыс телефоным 872-319-04-61. Армысың ағайын, ал азаматтық өнімізді қосу әрқандай азаматтың бас тартпайтын төл парызы.